зейнетақы реформасында өздерінің дәлелдеген мақсатынан билік кеткен жоқ. Парламентке қайтару себебі президенттің ол мына 11-ші баптың 1-ші пунктын ғана өзгерту ғана жөнінде қайтару болды. Ол баппен мәжіліспен келісімге келді. Сонда негізгі 2014 жылы реформаны бастайтын жылды тағы 4 жылға шегіндірді. Ал бірақ сол зейнетақы қорын туралы, зейнетақыға шығатын әйелдердің мерзімі туралы бәрі өзгерістер қалып отыр. Бұл ненің себебі? Бұл біздің мемлекетте қаншама осы 20 жылдан астам экономикалық, әлеуметтік реформалар жасады. Сол реформалардың нәтижесі өкінішке орай дұрыс болмады деген бағам тура беру керек. Бүгінгі күнде қаржының тапшылығының арқасында бұлар енді солидарлық түрден енді накопительный фондтың арқасында төлейтін зейнетақыны қалай төлейміз деп бастары қатып отыр. Сондықтан бұны біздің мемлекетіміз қандай бай болса да, бұлар сол халықтың өзінен соны қайта алмақ. Және жай қарапайым халықты алмағанда бұлар енді бизнеске де қол салып отыр. Кезінде бизнеске ешқандай көмек жоқ бізде. Бәр бизнес көбінесе шетелдікі. Енді онымен қоймай, бұлар оларға тағы 5% қосып отыр. Осы өзгертуді жасау үшін деген әрекет біздің 20 жылдан астам 2030-ға жетеміз деген бағдарламамыз болған. Сол бағдарламаны бәрін өтіп кеттік, бәрін біз дәлелдедік, дұрыс шештік. Енді 2050-ге деп қабылдағаны ол жауаптан кеткен жағдай деп мен санаймын. 2030 жылға дейін бәрін еткен нәтижені орындамай, бұлар енді ертең халықтан дағдарыс болса, уже зейнетақыны төлейтін мерзім келгенде ақшаны қайдан алады? Соны ойлап отыр деп тура айту керек. Әділеттік жағынан қарасақ, процедура бойынша президент ветоны сол 11-ші бапқа қойып қайтарды. Мәжіліс ол ветодан шығалмады, сондықтан мойындады и қайта қайтарады. Президентке енді тек қана қол қойғаны қалды. Сондықтан президент міндетті де қол қояды деп мен өзім ойлаймын. Сондықтан бұл көрсеткіш біздің экономикалық мемлекеттің жағдайы, экономика жағдайы өте мүшкіл екенін көрсеткіші деп тура айту керек.